Ағраф сүресі. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлиф ләм мим сод. Ей Мұхаммед, бұл кәпірлерге ескерту, мұсылмандарға уағыз насихат беруің үшін саған түсірілген кітап Құран. Бұған кәпірлердің қарсы келгеніне бола, көңілің жабырқау тартпасын. Ей адамдар, Алладан сендерге түсірілген кітапқа бойсұныңдар. Аллаға шет келіп, өзгені дос тұтпаңдар. Сендердің насихатты қабылдауларың өте аз. Біз бірталай қаланы ойрандадық. Біздің азабымыз оларға түнгі ұйқыда, яки түскі уақытта жетті. Оларға азабымыз келген шақта, олар біз нақ залым едік деп зарлады. Өздеріне елші жіберілген елді жауапқа тартамыз. Пайғамбарларды да әрине жауапқа тартамыз. Қиямет күні олардың ахуалын оларға біліктілікпен айтып береміз. Біз олардан алыстаған емеспіз. Сол күні пенделердің жақсы жаман ісінің таразыға түсері хақ. Кімнің жақсылық таразысы ауыр тартса, солар тозақтан құтылатындар. Кімнің таразысы жеңіл тартса, олар аяттарымызға сенбегендіктен өздерін сорлатқандар болып саналады. Шынында, сендерді жер жүзіне орналастырдық, тұрмыс қажеттеріңді де сонда қойдық. Алланың осындай нығметіне шүкірлік етулерің өте аз. Шынында, сендерді біз жараттық. Одан соң адамдық бейнеге кіргіздік. Одан соң періштелерге адамға сәжде қылыңдар дедік. Іблістен басқасы түгел сәжде қылды. Жалғыз ібліс қана сәжде қылмады. Алла ібліске, сені сәжде қылуға бұйырғанымда, неге сәжде қылмадың деді. Ібліс, мен одан артықпын. Мені оттан, оны балшықтан жараттың ғой деді. Сен бұл жерден, жәннаттан түсіп кет. Мұнда тәкәппарлық істеуіңе болмайды. Шық онда, сен анық қор болушысың деді. Ібліс, адамзат қайта тірілетін күнге, қиямет күніне дейін, маған тірі жүруіме мұрсат бер деді. Саған мұрсат берілді деді Алла. Ібліс айтты, өзің мені аздырғаның үшін, оларды, адам ата мен оның ұрпағын сөзсіз сенің дұрыс жолыңның үстінде отырып тосамын. Одан соң олардың алдынан да, ту сыртынан да, оңынан да, солынан да тисемін. Олардың көбінің сен берген жақсылыққа шүкір етпейтіндіктерін сонда көресің. Алла оған, бұл арадан қор болып, рахметтен мақрұм етілген күйіңде шығып кет. Адамдардан саған ергендерді қосып, бәріңді тозаққа салып толтырамын деді. Алла айтты адамға, ей адам, зайыбың мен екеуің жәннатта тұрыңдар. Жәннаттың жемісінен қалағандарыңша жеңдер. Бірақ мына бір ағашқа жоламаңдар. Оның жемісін жемеңдер. Әйтпесе залым боласыңдар. Бірақ шайтан ол екеуінің жабық әурет жерлерін ашу, ұятқа қалдыру үшін оларды азғырып былай деді. Екеуіңнің Раббың сендерді бұл ағаштың жемісін жеулеріңе тыйым салуы, екеуің періште болып кетпесін, немесе осында мәңгі тұрып қалмасын дегені ғой. Сонымен екеуіне, мен екеуіңе шынымен ақыл айтып тұрмын деп, ант су ішті. Осылайша алдап, ол екеуінің мәртебесін түсірді. Ағаш жемісін жегенде, ол екеуінің әуретті жерлері ашылып қалды. Олар жәннаттағы ағаш жапырақтарымен әуретті жерлерін жапқан болды. Екеуінің Раббысы, мен сендерді сол ағаштан тыймап бедім, шайтан, екеуіңнің көпе көрнеу дұшпандарың демеп бедім деп, екеуіне дауыстады. Ол екеуі, о Раббымыз, өзімізді өзіміз кесірге жолықтырдық. Өзің кешірім етіп есіркемесең, сөзсіз зиян тартып құрығанымыз деп айтты. Алла оларға, сендер біріңе бірің дұшпан болып түсіңдер. Сендерге белгілі мерзімге дейін жер бетінде тұрақ және нәсіп алу бар деді.
Алла айтты: жер бетінде жасайсыңдар, және сонда өлесіңдер. Қиямет күні жер астынан қайта шығарыласыңдар. Ей адам балалары, сендерге біз әуретті жерлеріңді жабатын киім және сәндік киімін түсірдік. Тақуалық киімі одан да жақсы. Міне бұлар Алланың белгілері, бұдан түсініп ғибрат аласыңдар. Ей адам балалары, шайтан сендердің ата-аналарыңның әуретті жерлерін өздеріне көрсету үшін киімін шешкізіп, жәннаттан шығарғаны сияқты сендерге де сұмдығын істемесін. Шындығында, шайтан мен оның қол астындағылары сендерді көре алады, ал сендер оларды көре алмайсыңдар. Біз шайтандарды имансыздарға дос қылдық. Мүшриктер пасықтық істеген кезінде ата-бабаларымыздың осылай істегенін көрген едік. Алла бізді де солай істеуге бұйырған дейді. Ей Мұхаммед, оларға Алла пенделерін әсте пасықтыққа бұйырмайды. Өздерің білмейтін нәрсені Алла атынан жалған айтасыңдар ма де. Раббым маған әділдікті бұйырды. Ғибадат қылғанда жүздеріңді Алла жаққа туралаңдар, және оған бар пейіл ықыласпен құлшылық етіңдер. Алла о баста қалай жаратқан болса, сондай негізге қайтасыңдар деп айт. Алла адамдардың бір тобын оң жолға беттетті, енді бір тобы азғындауға тиісті болды. Анығында олар Аллаға шет келіп, шайтанды дос тұтты да, өздерін дұрыс жолдамыз деп есептеді. Ей адам балалары, сендер барлық мешіттердің жанында пәк және әдемі киімдеріңді киіңдер, жеп ішіңдер, тек ысырап қылмаңдар. Алла анығында ысырап қылғандарды сүймейді. Ей Мұхаммед, былай деп айт: Алланың пенделері үшін жаратқан киімдерін, таза ризықтарын кім арам ете алады? Ол несібелер бұл дүниеде иман келтіргендердікі, ал ақыретте тек қана мүміндердікі болмақ. Білетін қауымға аяттарды осылайша баяндаймыз. Раббым, көрнеу және көмескі арсыздықтарды, күнәні, біреуге орынсыз тиісуді, ол Алла ешқандай бір дәлел түсірмеген нәрселерді Аллаға серік етуді, өздерің білмеген нәрселеріңді Алла атынан беталды сөйлеуді арам қылды деп айт, ей Мұхаммед. Пайғамбарға сенбеген әр үмбеттің жойылатын белгілі бір ажалы болады. Сол ажалдары жеткенде бір сәтке де кешіктірілмейді, және ерте болмайды, дәл уағында жойылады. Ей адам балалары, өз іштеріңнен аяттарымызды баяндайтын елшілер келгенде, тақуа болып өзін түзелткендерге болашақта қауіп қатер, қам қайғы жоқ. Аяттарымызды өтірікке жорғандар және тәкәппарланғандар, тозақтықтар, олар онда мәңгі қалатындар. Аллаға жала жапқан, оның аяттарын өтірікке шығарған кісіден өтер залым бар ма? Оларға кітаптан, лаухул мафхузда жазылған ризық пен өмірден өз нәсіптері жетеді. Ақыры елшілеріміз, періштелер жан алуға келіп, Алладан өзге сыйынғандарың, пұттарың қайда дегенде, олар бізден ғайып болды дейді. Сөйтіп олар өздерінің кәпірлігіне өздері куә болады. Алла аяттарын мойындамағандарға, сендер өздеріңнен бұрынғы өткен, жын мен адамзаттан болған кәпір үмбеттермен бірге тозаққа кіріңдер дейді. Әрбір үмбет тозаққа кірген сайын, ол өзінен бұрын кірген діндесіне оған ілесіп азғын болғандығы үшін лағнет айтады. Олардың барлығы тозаққа кіріп жиналып болғанда, кейінгілері, ілесушілер алдындағыларына: ей Раббымыз, бізді аздырған осылар, бұларға 2 есе тозақ азабын бере көр дейді. Алла барлығына 2 есе азап беріледі, бірақ сендер азаптың қаттылығын білмейсіңдер дейді. Олардың алдыңғылары соңғыларына: сендердің бізден ешқандай артықшылықтарың жоқ,
істегендеріңнің жазасы ретінде азапты тартыңдар дейді. Біздің аяттарымызды өтірікке жорған және тәкаппарланғандарға аспан есіктері ашылмайды, тілегі қабыл болмайды. Иненің көзінен түйе өткенге дейін олар жәннатқа кірмейді. Міне, осылай күнәлілерді жазалаймыз. Оларға тозақта оттан төсек, оттан көрпе бар. Міне, залымдардың жазасын осылай береміз. Иман келтіріп, ізгілік істегендер, әр адамды шамасы келерліктей іске ғана бұйырамыз. Әне солар жәннатта болатындар. Солар онда мәңгі тұратындар. Олардың көңілінен ғадауат араздықтарды айықтырамыз. Жұмақтағылардың арасында араздық болмайды. Іргелерінен өзендер ағып жатады. Олар барлық мақтау мадақ бізді мұндай ақ жолға нұсқаған Аллаға арналсын. Өйткені Алла өзі оңғармаған болса, біз оң жол таба алмас едік. Раббымыздың пайғамбарлары бізге ақиқат әкелді дейді. Оларға амалдарыңа қарай мұрагерлік еткен жәннаттарың міне осы деп дауысталады. Жұмақтықтар тозақтағыларға Раббымыздың бізге уәде еткенінің растығына көзіміз жетті. Ал Раббыларыңның уәде еткенінің растығына сендердің де көздерің жетті ме деп айқайлайды. Олар тозақтағылар да «Иә, жетті» дейді. Сонда олардың арасынан бір айғайшы шығып, Алланың қарғысы залымдарға тисін деп айқайлайды. Олар, залымдар, Алланың даңғыл жолынан тосады. Одан қыңырлық іздейді. Оның үстіне ақыретке сенбейді. Олардың арасында перде болады. Оның үстіндегі ағрафта тозақтықтар мен жұмақтықтарды әлпеттерінен танитындар тұрады. Олар жұмақтықтарға сендерге амандық болсын деп айқайлайды. Бұлар әлі жұмаққа кіре алмай, одан дәме ететіндер. Олардың көздері тозақтықтарға қарай бұрылғанда, «Ей Раббымыз, бізді залым қауымға қоса көрме» дейді. Ағрафтағылар тозақтағы әлпеттерінен танылғандарға «Жинағандарың, көптіктерің және әспенсулерің неменеге себеп болды» деп айқайлайды. Ағрафтағылар тозақтағыларға жұмақтықтарды көрсетіп тұрып, сендердің Алланың рахымы тимейді деп ант еткен кісілерің осылар ма? Бұларға жәннатқа кіріңдер, сендерге болашақта қауіп қатер, қам қайғы жоқ делінген дейді. Тозақтықтар жұмақтықтарға суларыңнан, яки Алла сендерге нәсіп еткен сусыннан бізге біраз құйсаңдар екен деп айқайлайды. Олар, жұмақтықтар, Алла бұл екі нәрсені кәпірлерге арам еткен дейді. Олар діндерін масқаралап, ойыншыққа айналдырғандар, әрі дүние тіршілігіне алданғандар. Олардың аяттарымызға қарсы болғаны осы күнге жолығатындығын ұмытқандықтары секілді, бұл күні біз де оларды ескерусіз қалдырамыз. Біз оларға иман келтірген қауым үшін жол сілтеуші, әрі рахмет ретінде бір кітап түсіріп, оны білім негізінде айырып түсіндірдік. Олар, кәпірлер, оның нәтижесін ғана күтеді. Оның нәтижесі келген күні Құранды ұмытқандар, Раббымыздың елшілері расында ақиқатты әкелген еді. Енді бізге шапағат ететін шапағатшылар бар мекен? Немесе күнәһарлықты қойып, жақсы істермен шұғылдануымыз үшін дүниеге қайтарылуымызға болар мекен деседі. Шындығында олар өздеріне кесір келтірді. Олардың Аллаға серік еткен жасанды нәрселері көздеріне көрінбей ғайып болып кетті. Шынында Раббыларың болған Алла көк пен жерді 6 күнде жаратты. Одан соң ғарышқа үкім жүргізді. Ол түні мен оның қараңғылығымен күндізді жапты. Түн мен күндізді бірін-бірі қуалайтын алма кезек ауысатын етті. Ол күн, ай, жұлдыздарды өз әміріне бағынышты етті. Естеріңде болсын, жарату және әмір ету оған тән.
барша әлемнің Раббысы Алланың дәрежесі ерен жоғары. Раббыларыңа ілтипат пен жасырын тілек етіңдер. Шектен тыс кеткендерді ол жақтырмайды. Ол жер жүзін жақсартқаннан кейін, онда бұзақылық істемеңдер. Алладан қорқа, әрі үміттене тілек етіңдер. Шынында, Алланың рахымы ізгі іс істегендерге жақын. Алла өзінің рахымы жаңбыры келер алдында жел соқтырып, сүйінші хабарын жібереді. Жел ауыр бұлттарды көтерген кезде, оны өлі қуаң жерлерге жөнелтеміз де, жаңбыр жаудырып, әртүрлі жеміс жидек өндіреміз. Сол сияқты өліктерді де тірілтеміз. Бұдан әрине ғибрат аларсыңдар. Құнарлы жердің өсімдігі Раббының әмірімен бітік шығады. Бұл ықыласты мұсылманның мысалы. Құнарсыз жердің өсімдігі өте сирек өнеді. Бұл уағыз насихатқа ықылассыз кәпірдің мысалы. Шүкір қылатын қауымға біз аяттарымызды осылайша айырып баяндаймыз. Анығында Нухты өз еліне пайғамбар етіп жібердік. Ол, уа қауымым, Аллаға құлшылық етіңдер. Сендердің одан өзге құдайларың жоқ. Мен шынында сендердің ұлы күннің, қияметтің азабына душар болуларыңнан қорқамын деді. Елінің басшылары, біз сені ашық адасуда деп білеміз деді. Нух айтты, уа жұртым, әсте адасқаным жоқ. Мен күллі әлемнің Раббысынан жіберілген елшімін. Сендерге Раббымның әмірін жеткіземін. Уағыз насихат айтамын. Сендер білмегенді Алладан, оның уахиларынан білемін. Сендерге насихат беру, күпірліктен сақтандыру және өзінің мархабатына бөлеу үшін Раббыларыңның араларыңдағы бір адам арқылы сендерге насихат түсіргеніне таңырқайсыңдар ма? Олар Нухты мойындамады. Сондықтан біз Нухты және кемеде онымен бірге болғандарды құтқардық та, аяттарымызды өтірікке балағандарды түгелдей суға батырдық. Олар расында көзсіз қауым еді. Ғат қауымына да өз туысынан Худты жібердік. Худ, ей қауымым, Аллаға құлшылық қылыңдар. Сендердің одан өзге құдайларың жоқ. Қорықпайсыңдар ма деді. Оның еліндегі имансыз мәртебелілер, біз сені шынында ақмақ деп білеміз, және сені өтірікші деп ойлаймыз деді. Худ айтты, ей қауымым, мен ақмақ емеспін, бірақ әлемнің Раббысы жағынан жіберілген бір елшімін. Сендерге Раббымның елшілігін жеткіземін. Мен сендерге сенімді насихатшымын. Сендерге ескерту үшін Раббыларыңның уақиы өз іштеріңдегі бір адам арқылы келгендігіне таңғаласыңдар ма? Өз кезінде Нух қауымы жойылғаннан кейін Алла сендерге солардың орнына орынбасар екенін, дене бітімдеріңді басқадан артық жаратқанын естеріңе алыңдар. Алланың берген жақсылығын есте сақтаңдар. Мүмкін азаптан құтыларсыңдар. Олар ата-бабамыздан тартып, табынып келген нәрсені пұтты тастатып, бізді жалғыз Аллаға құлшылық еткізбекке келдің бе? Егер айтқаның рас болса, бізге сес қылған азаптарыңды келтіріп көрші деді. Худ айтты, Раббыларыңның жазасы мен кәрі сендерге сөзсіз келеді. Сендер және ата-бабаларың әртүрлі атап алған, Алла ешқандай дәлел түсірмеген пұттардың аттары жөнінен менімен таласпақсыңдар ма? Алладан келетін жазаны күте тұрыңдар. Сендермен бірге мен де күтушілерденмін. Біз Худты және онымен бірге болғандарды рахметімізбен құтқардық. Аяттарымызды өтірік деп иман айтпағандардың тамырын кестік. Самут еліне де өз туыстары Салихты пайғамбарлықпен жібердік. Ол, уа қауымым, Аллаға құлшылық етіңдер. Сендердің одан өзге құдайларың жоқ. Сендерге Раббыларыңнан айқын мұғжиза келді. Алланың
мына аруанасы сендерге мұғжиза болмақ. Оны Алланың жеріне қоя беріңдер, жайылсын, оған тиіспеңдер, сұмдық азап түптеріңе жетеді деді. Өз уақытында Алла сендерді ғарттан кейін олардың орынбасары етіп, Хижр жеріне орналастырғанын естеріңе алыңдар. Ол жердің жазығына сарайлар салып, тауларына үңгіп үй жасадыңдар. Алланың нығметтерін еске алыңдар. Жер жүзінде бұзықтық істемеңдер. Салихтың еліндегі тәкаппарланған шонжарлар, елінің ішіндегі иман келтіргендерді қорлап, сендер Салихты Раббы тарапынан келген анық елші деп білесіңдер ме деді. Олар, біз оның пайғамбар екендігіне әрине сенеміз деді. Әлгі өргөкірек шонжарлар, сендер сенгенге біз әсте сенбейміз деді. Олар аруананы өлтірді де, Раббыларының әміріне қарсы келді. Онымен қоймай, ей Салих, пайғамбарлығың хақ болса, сес қылған жазаңды келтіріп көр деді олар. Оларға зілзала келді де, барлығы үйлерінде еңбектеген күйі қатып қалды. Сонда оларға сырт беріп, уа жұртым, ақиқатында Раббымның әмірін сендерге жеткіздім, және насихат еттім, бірақ сендер насихат айтушыны құп көрмедіңдер деді. Лутты өз қауымы Садум еліне пайғамбар етіп жібердік. Ол еліне былай деді: сендер осындайда пасықтық істейсіңдер ме? Дүние әлемінде бұрын ешқандай пенде мұндай пасық іс істемеген еді. Сендер расында әйел затына жуымай, еркекке шабасыңдар. Сендер анық шектен шыққан бір қауымсыңдар. Елінің айтар жауабы, оларды, Лот пен оның жақтастарын қаладан қуып шығыңдар. Өйткені олар пәксінген жандар ғой деуден басқа болмады. Лотты және оның отбасын құтқардық. Тек оның әйелі ғана қалада қалып, жазаға ұшыраушылардан болды. Оларға тас жаңбыр жаудырдық. Күнәһарлардың соңы не болғанын көр. Мәдиян елінен өз туысы Шұғайыпты пайғамбар етіп жібердік. Ол еліне айтты: уа жұртым, Аллаға құлшылық етіңдер. Сендердің Алладан өзге ешбір құдайларың жоқ. Сендерге Раббыларыңнан айқын мұғжиза келді. Өлшеуішті, таразыны дұрыс ұстаңдар. Адамдарға берілетін нәрсені кем өлшемеңдер. Алла пайғамбар жіберіп, жер жүзін түзеткеннен кейін, жер бетінде бұзықтық істемеңдер. Егер иман келтірген болсаңдар, сендерге сол қайырлы. Сендер иман келтіргендерді қорқытып, Алланың жолынан тосамыз, және қисық жолға саламыз деп, жол үстінде отырмаңдар. Негізінде, сендер аз едіңдер. Алланың қараларыңды молайтқанын еске алыңдар. Бұзақылардың ақыры не болғанын қараңдар. Егер сендерден бір топ адам менің пайғамбарлығыма сеніп, енді бір тобы сенбесе, Алла біздің арамызға үкім шығарғанша сабыр ете тұрыңдар. Ол үкім берушілердің қайырлысы. Шұғайып елінің өргөкірек шонжарлары: ей Шұғайып, сені өзіңе ілескендермен бірге қаладан қуып шығарамыз. Әйтпесе дінімізге қайта оралыңдар деді. Шұғайып айтты: біз қаламасақ та ма? Алла бізді діндеріңнен құтқарғаннан кейін, оған қайта қайтсақ, әрине, Аллаға жала жапқан боламыз. Тек Раббымыз Алла қаламаған екен. Ол діндеріңе қайтпаймыз. Раббымыздың ілімі қамтымайтын нәрсе жоқ. Біз Аллаға ғана сүйенеміз. О Раббымыз, еліміз бен біздің арамыздағы іске әділ төрелігіңді айт. Төрешінің сарасы өзіңсің. Оның елінің имансыз шонжарлары: Шұғайыпқа ілессеңдер, зиян тартушы болатындарың даусыз деді. Оларға жер сілкіну апаты жүрді де, әп-сәтте үйлерінде тізерлеген қалпы қатып қалды. Шұғайыпты мойындамағандар зауал тауып, бұл мекенде жасамаған күйге түсті. Шұғайыпты мойындамағандар анық сорлады. Шұғайып оларға сырт беріп,
уа жұртым, сендерге расында Раббымның нұсқауларын жеткізіп, насихат айттым, ал енді қарсы келген қауымға несіне қайғырайын деді. Тағы қандай бір қалаға елші жіберсек те, олар оны мойындамаса, Аллаға жалбарынсын деп, оларды жоқшылыққа, күйзеліске душар қылдық. Одан соң сол жамандықты жақсылыққа ауыстырдық. Сонымен олар молықты да, біздің ата-бабаларымыздың басына тапшылық та, жақсылық та келген екен. Мынау заманның қыры Алланың ісі емес десті. Сондықтан оларды тұтқиылдан зауал тапқыздық. Егер ол қалалардың халқы иман келтіріп, сақтанған болса, әрине, оларды жер мен көктің молшылығына батырар едік. Бірақ олар пайғамбарды мойындамады. Сондықтан оларды өз қылықтарының себебінен қырмызға алдық. Пайғамбарды мойындамаған қалалардың халқы азабымыздың түнгі ұйқыдағы кездерінде келуінен қауіптенбей ме? Сол қала халықтары біздің азабымыздың сәскеде және өздері ойын сауықта жүргенде аяқ асты келуінен алаңдамай ма? Олар Алланың айла амалынан қауіптенбей ме? Тек сорлайтын қауым ғана Алланың айла амалынан қобалжымайды. Жалпақ жердің бұрынғы иелерінен кейін оған мұрагер болғандардың, егер қаласақ, күнәларына қарай сазайын тартқызатындығымыз, көңіл көкейін бітеп тастайтындығымыз өздеріне аян болмады ма? Сондықтан олар тура сөзді естімейді. Ей Мұхаммед, сол қалалардың қайсыларын саған баяндаймыз? Анығында пайғамбарлары оларға ашық дәлелдер әкелген еді. Сонда да олар бұрын мойындамаған нәрселеріне сенбеді. Міне осылай Алла кәпірлердің жүректерін мөрлейді. Олардың көбінің уәдеге опа қылғанын көрмедік. Қайта олардың көбінің опасыз екенін байқадық. Одан кейін Перғауынға және оның елінің шонжарларына Мұсаны мұғжизаларымызбен жібердік. Олар бұл мұғжизаны мойындамады. Бұзақылардың түбінде не болғандығына қарашы. Мұса айтты: ей Перғауын, мен шынында бұл әлемнің Раббысы жіберген пайғамбармын. Алланың атынан шындықты ғана айтуға құқылымын. Расында Раббыларыңнан бір дәлел әкелдім. Исраил ұрпақтарын босатып, менімен бірге қоя беріңдер. Перғауын Мұсаға: мұғжиза әкелгенің рас, айтқаның шын болса, кәне, оны көрсетші деді. Мұса аса таяғын жерге лақтырып еді. Ол аяқ астынан айдақарға айнала қалды. Қолын қолтығының астынан шығарып еді. Қараған адамдарға нұр шашып, әппақ болып көрінді. Перғауын елінің шонжарлары: бұл асқан шебер сиқыршы екен. Бұл сендерді мекендеріңнен, Мысыр жерінен қумақшы. Қандай ақыл кеңес бересіңдер деді. Олар Мұса мен оның ағасының ісін соза тұрып, қалаларға сиқыршыларды жиюға шапқыншы жібер. Асқан сиқыршыларды саған жиып әкелсін деді. Сиқыршылар Перғауынға келіп: егер жеңсек, бізге сыйлық берілетін шығар деді. Перғауын: әрине беріледі. Оның үстіне өзімнің жақын адамдарым боласыңдар деді. Олар сиқыршылар: ей Мұса, таяқты алдымен сен лақтырасың ба, әлде біз лақтырамыз ба деді. Сендер лақтырыңдар деді Мұса. Олар таяқтарын, жіптерін лақтырып, адамдардың көзін сиқырлады, және лақтырғаны жыланға айналып, қатты шошытты. Олар үлкен сиқыр көрсетті. Таяғыңды лақтыр деп уақи түсірдік Мұсаға. Мұса аса таяғын лақтырып еді. Сол сәтте таяқ айдақарға айналып, олардың елеске айналғандарын, алып жыландарын жұта бастады. Ақиқат әйгіленіп, олардың істеткен сиқыры түкке де тұрмады. Осы арада олар Перғауын тобы ұтылды да масқара болып қайтты. Сиқыршылар сәждеге жығылып тағзым етті. Олар айтты: барша әлемнің Раббына иландық, Мұса мен Харунның Раббына деп. Перғауын айтты: мен рұқсат етпей тұрып, оған иман келтірдіңдер. Бұл тегі
сендердің қала халқын осы орайда қудаламаққа істеген қулықтарың, енді қалай жазаланатындықтарыңды жақында білесіңдер. Қол аяқтарыңды оң қол мен сол аяқты шадырлай кестіріп, одан соң бәріңді дарға астырамын. Сиқыршылар айтты: өлтірсең, Раббымыздың алдына қайтып барамыз. Сен бізді тек Раббымыздың түсірген аяттарына сенгендігіміз үшін жазықты етіп тұрсың. Я Раббымыз, бізге сабыр шыдам бере көр, әрі мұсылман қалпымызда жанымызды алғайсың. Перғауын жамағаттарының шонжарлары Мұса мен оның елінің жер жүзінде бұзақылық істеулеріне, сені және сенің құдайларыңды тәрк етуіне жол бергенің бе деді. Перғауын: олардың әйелдерін қалдырып, ұлдарын түгел қырамыз, біз олардың үстінен өктемдік жүргіземіз деді. Мұса еліне: Алладан медет тілейік, төзімділік көрсетейік. Жалпақ жер Алланыкі екені даусыз. Алла пенделерінен өзі қалағанын оған мұрагер етеді. Соңғы табыс тақуалардікі деді. Сен бізге келуден бұрын да, келгеннен кейін де жәбір көрмедің деді Мұсаның елі. Мұса: Раббыларың дұшпандарыңды жойып, олардың орнына сендерді қоюы, бірақ сендердің нендей іс-әрекет істейтіндеріңе қарауы мүмкін деді. Біз анығында ғибрат алсын деп, Перғауын жұртын қуаңшылықпен және жеміс өнімдерін азайту арқылы сынадық. Олар бірер жақсылық келсе, біз осылай болуға құқылымыз дейді. Егер бастарына бір жамандық келсе, Мұсаның және онымен бірге болғандардың кесірінен де бұрымдайды. Рас, оларға келген сұм тағдыр Алла тарапынан, бірақ олардың көбі мұны ұқпайды. Олар: Перғауын мен оның елі бізді сиқырлау үшін қандай керемет көрсетсең де, саған сенбейміз деді. Сондықтан оларға мұғжиза ретінде топан су, шегіртке, бит, бақа, қан секілді апаттарды жібердік. Сөйтсе де, олар тәкаппарланды, күнәлі қауым болды. Бастарына пәле үймелегенде олар: Ей Мұса, Раббыңның саған берген уәдесі бойынша, оған біз үшін бір дұға қылып, бізден азабын айықтырсаң, дау жоқ саған сенеміз де, Исраил ұрпақтарын сенімен бірге қоя береміз деді. Олардың бастарына келген пәлені бір ауық айықтырған кезімізде, олар уәдесіне опасыздық жасады. Аяттарымызды өтірікке шығарып, қаперіне алмағандықтары үшін оларды теңізге батырып жазаладық. Жәбір көрген елді, Бәни Исраилды, біз құт қондырған Шам жерінің шығыс-батыс жақтарына мұрагер еттік. Исраил ұрпақтары сабыр сақтағандықтары үшін Раббының оларға қылған абзал уәдесі толық іске асты. Перғауын мен оның елі салған және жасағандарын, ғимараттар мен бау-бақшаларды ойрандадық. Исраил ұрпақтарын теңізден өткіздік. Олар пұттарға табынатын бір қауымға келді де: Ей Мұса, бізге де аналардың құдайлары сияқты бір құдай жасап бер деді. Сендер, деді Мұса, анық надан қауым екенсіңдер. Бұлардың табынғандары, діндері сөзсіз құриды. Олардың істеген істері жоққа тән. Алла сендерді әлемде өзгеден артық жаратса да, сендерге Алладан өзге құдай іздеймін бе деді Мұса. Өз кезінде сендерді Перғауым қауымынан құтқардық. Олар сендерге қатты азап тартқызушы еді. Ұлдарыңды қырып, әйелдеріңді қорлап алып қалушы еді. Міне, осыларда сендерге Раббыларың тарапынан зор сынақ бар. Мұсаға маған мінәжат қылуы үшін 30 түнді уәде еттік. Оған және 10 түн қостық. Сонымен Раббыңның уәделі уақыты 40 түн болды. Мұса туысы Харунға: менің орныма елімді басқар, оларды түзет, бұзықтардың жолымен жүрме деді. Мұса уәделі уақытында келіп, Раббы оған тіл қатқанда: Раббым, маған өзіңді көрсет, әбден көріп алайын деді. Алла: мені көре алмайсың, бірақ анау тауға қара, егер тау орнында қозғалмай тұра алса, мені көре аласың деді. Раббы тауға сәуле түсірді де,
оны тас-талқан етіп тегістеп жіберді. Мұса талып қалды. Ол есін жиып, «Раббым, сен пәксің, саған тәубе қылдым, әрі мен құдіретіңе сенушілердің алғашқысымын» деді. Алла айтты: «Ей Мұса, мен сені адамдар арасынан пайғамбарлыққа және менімен сөйлесуге таңдадым. Саған нәсіп еткенді пайғамбарлықты қабылда, шүкірлік етушілерден бол». Мұса үшін Тәурат тақталарына уағыз насихат, үкімдердің барлығын айырып жаздық. Оны Тауратты мықтап ұста. Еліңді ондағы ең тамаша нұсқауларды атқаруға бұйыр. Саған пасықтардың, Перғауын мен оның тобырының ойрандалған жұртын көрсетеді. Жер жүзінде хақсыздықпен тәкаппарланғандарды аяттарымнан алыстатамын. Олар барлық мұғжизаларды көрсе де, оған сенбейді. Олар дұрыс жолды көрсе де, онымен жүрмейді. Ал азғындық жолын көрсе, соған түсе қалады. Осының өзі де олардың біздің аяттарымызды өтірікке балап, одан ғапыл қалғандығынан, аяттарымызды және ақырет күнінде қауышуды өтірікке жорғандардың істеген еңбектері еш кетеді де, оларға тек қылмысына қарай жаза беріледі. Мұса кеткеннен кейін, Аллаға мінәжат ету үшін Тур тауына кеткенде, қауымы зейнет бұйымдарынан бұзауша мөңірейтін бір бұзау мүсінін жасады. Олар сол бұзаудың өздерімен тіл қатса алмайтындығын, өздеріне дұрыс жол меңзей де алмайтынын көрмей ме? Олар оны кие тұтты да залым болды. Өздері бұзауға табынып, шын адасқандығын біліп өкінгенде барып, Раббымыз өзі бізді кешіріп ескермесе, қасіретке қалғанымыз қалған деді олар. Мұса еліне ашу, ыза, кейіспен келді де, «Мен жоқта бұзауға табынып, өте жаман іс қылдыңдар. Раббыларыңның әмірін күте тұрмай, асығып кеттіңдер ме?» деді. Тәурат тақталарын лақтырып, туысы Харунның шашынан алып, өзіне қарай жұлқа тартты. Харун айтты: «Ей бауырым, бұл ел мені басынып өлтіре жаздады. Мені дұшпанның табасына қалдырма, әрі залым қауыммен бір санама». Мұса: «О Раббым, мені және туысым Харунды кешіре көр. Бізді рахметіңе ала көр. Рахым қылушының ең рахымдысы өзіңсің» деді. Шынында, бұзауға шоқынғандар Раббының қаһарына ұшырап, бұл дүниеде қорлықта қалады. Аллаға жала жапқандарды сөйтіп жазалаймыз. Жамандық істегендер артынан тәубе қылып, иман келтірсе, содан кейін де Раббың әрине кешіреді, есіркейді. Мұса ашуы басылғаннан кейін Тәурат тақталарын қолына алды. Онда Раббынан қорыққандарға дұрыс жол және рахым бар деп жазылған еді. Мұса: «Біз белгіленген уақытта алып бару үшін қауымынан 70 адам таңдады». Оларға жер сілкінуі келе бергенде Мұса айтты: «Раббым, егер өзің қаласаң, оларды да, мені де әлде қашан жер жастандырар едің. Арамыздағы ақмақтардың қылған қылығына бола, бізге зауал келтіремісің? Бұл тек сенің сынағаның болар. Осы арқылы қалаған пендеңді аздырасың, қалаған пендеңді оң жолға беттетесің. Біздің иеміз өзіңсің, бізді жарылқағайсың, есіркегейсің. Жарылқаушының ең абзалы өзіңсің. Бізге бұл дүниеде және ақыретте жақсылық жазғайсың. Біз шынында өзіңе тәубе қылдық». Алла айтты: «Азабыммен қалаған адамды азаптаймын. Рахметім бұл дүниеде барша затқа ортақ. Рахметімді күпірліктен, күнәдан сақтанғандарға, зекет бергендерге, аяттарымызға сенгендерге жазамын. Олар жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тиятын, таза нәрселерді адал, лас нәрселерді арам ететін, ауыр жүктен жеңілдетіп, бұғаудан босататын, қолдарындағы Інжіл мен Тәуратта жазылған үмми пайғамбарға Мұхаммедке сеніп ілескендер, оған құрмет етіп жәрдем бергендер, сондай-ақ оған түсірілген нұрға ілескендер, міне солар қиямет азабынан құтылатындар. Ей Мұхаммед, былай деп айт: Ей адамдар,
мен сендердің барлығыңа Алланың жіберген елшісімін. Жер мен көктің патшалығы Алланікі, одан өзге ешбір құдай жоқ. Ол тірілте де, өлтіре де алады. Сондықтан Аллаға сеніңдер, және Алланың сөзіне сенетін, оның үмми пайғамбар елшісіне сеніңдер. Тура жол табуларың үшін оған ілесіңдер. Мұсаның қауымы ішінде де тура жолға бастайтын, ақиқат пен әділ үкім айтатын бір жамағат бар. Оларды 12 бұтақ ұруға бөлдік. Қауымы Мұсадан су сұрағанда, біз аса таяғыңмен тасты ұр деп уақи еттік. Мұса тасты ұрып еді, тастан 12 бұлақ атқылап шықты да, әр ұру өз суаттарын біліп алды. Оларға бұлтты сая тұттық, құдірет халуасымен бөденені түсірдік. Біз нәсіп еткен тамаша ризықтан жеңдер дедік. Нәтижесінде осы берген жақсылыққа қарсы болғанымен, олар бізге кесір тигізе алған жоқ. Қайта өздеріне өздері кесір тигізді. Сол кезде оларға, Бәни Исраилдың ата-бабаларына, сендер бұл қалада тұрыңдар, ондағы қалаған нәрселерден қалағандарыңша жеңдер. Қаланың қақпасынан кіргенде сәждеге бас қойып, «Я Алла, күнәмізді кешіре көр» деп кіріңдер. Сонда күнәларыңды кешіреміз, жақсылық іс істегендерге сауапты артық береміз дедік. Олардың іштеріндегі залымдар өздеріне айтылған сөздің өңін айналдырды. Залымдық істегендіктері үшін оларға көктен азап жібердік. Олардан Құлзым жағасындағы қаланың ахуалын сұра. Олар балық аулау шектелген сенбі күні су бетіне шығып, олардың алдына келетін де сенбіден басқа күні келмеуші еді. Пасық болғандықтан оларды сөйтіп сынаймыз. Олардан бір топ адам Алла жоятын немесе ауыр жазалайтын қауымға қалайша насихат айтасың деді. Олар, уағыз айтушылар, Раббыларың мәзірет қылу үшін және олардың сақтануы үшін солай істедік деді. Олар айтылған уағыз насихатты ұмытқан кезде жамандықтан тыюшыларды құтқардық. Жолдан тайғандықтары үшін залымдарды қатты азаппен жазаладық. Шектеген нәрселерден тыйылмай астамсығандықтан оларға жаман қор маймылға айналыңдар дедік. Олар сол заматта маймылға айналды. Ей Мұхаммед, өз кезінде Раббың оларға қияметке дейін оларды қатты азаппен азаптайтын адамдарды сөзсіз жіберіп тұратындығын хабарлады. Раббыңның бас тартқандарды жазалауы шынында тез. Ол өте кешірімшіл, ерекше мейірімді. Оларды жер жүзінде бірнеше топқа бөлді. Олардың салиқалысы да бар, жамандары да бар. Райынан қайтар деп, оларды жақсылықпен де, жамандықпен де сынап көрдік. Олардан кейін нашар әулеттер кітапқа, Тәуратқа мұрагерлік етті. Олар мына төмен дүниенің малын алады, және адал арамына қарамай, бізді Алла кешіреді дейді. Олар тағы сондай дүниелікке кезіксе, тағы да ала береді. Аллаға тек қана ақиқатты айтулары хақында кітапта олардан уәде алынбап еді. Олар ондағы нәрселерді оқымады ма? Тақуалар үшін ақырет жұрты қайырлы, мұны түсінбейсіңдер ме? Кітапты берік ұстап намаз оқығандар жақсылыққа жолығады. Біз жақсы іс істегендердің сауабын зая кетірмейміз. Бір кезде тауды олардың үстіне көлеңке секілді төндіріп қойдық. Олар оны үстімізге түсетін болды деп ойлады. Біз оларға айттық, өздеріңе берілген кітапты мықты ұстаңдар, ондағы нәрселерді түсініңдер, сонда тақуалардан боласыңдар. Раббыларың адам балаларының белінен олардың нәсілдерін шығарды. Оларды өздеріне куә қылып, мен сендердің Раббыларың емеспін бе дегенде, олар, әрине жаратушымызсың, біз куәміз деді. Оларды мойындатуымыз қиямет күні, біз мұны ұқпаппыз деп айтпас үшін. Немесе, біздің ата-бабаларымыз серік қосқан екен, біз тек солардың ұрпағы болып қалыппыз. Бұзықтардың қылығына бола, бізді құртасың ба деп айтпас үшін. Біз оларды бетінен қайтсын деп аяттарымызды
осылайша тармақтап баяндаймыз. Ей Мұхаммед, оларға мына бір адамның хабарын оқып бер. Біз оған аяттарымызды бердік, ол одан бас тартты. Содан оған шайтан жанасты да, ол азғындардан болды. Егер қаласақ, аяттарымыз арқылы оның дәрежесін көтерер едік. Әйтсе де, ол дүниеге беріліп, өз нәпсісінің құлы болды. Оның сиқы құдды итке ұқсайды. Тіпті зекіп қусаң да, қумасаң да тілін салақтатады. Міне, бұл аяттарымызды өтірікке жорғандардың мысалы. Осы әңгімені оларға айтып бер, бәлкім ойланар. Аяттарымызды өтірікке жорып, өздерін кесірге жолықтырған қауымның мысалы неткен жаман. Алла кімді оңдаса, оның оң жол табушы, Алла кімді қаңғыртса, оның зиян шегуші болғаны. Анығында жын мен адамзаттың бір сыпырасын тозақ үшін жараттық. Олар жүрегі бар, бірақ онымен түсінбейтіндер, көзі бар, бірақ онымен көрмейтіндер, құлағы бар, бірақ онымен естімейтіндер. Олар тап хайуан сияқты, тіпті хайуаннан да бетер адасқандар. Әне солар арманда қалғандар. Есімдердің ең әсемі Аллаға мәнсүп. Ендеше оны сол есімдермен атаңдар. Алланың есімдерін өзінше бей-берекет қолданатындарды елемеңдер. Олар қылықтарының көресісін көреді. Біз жаратқан адамдар ішінде хақ жолға бастайтын, ақиқатта берік тұратын бір үмбет бар. Аяттарымызды өтірікке санағандарды білдіртпей біртіндеп зауалға жақындатамыз. Оларға мұрсат беремін, өйткені менің айла амалым шынында мықты. Олар өздерінің жолдасы Мұхаммедтің жынды еместігін түсінбей ме? Расында ол ашық ескертуші. Олар жер мен көктің патшалығы және Алланың жаратқан мақұлықтары турасында, өз ажалдарының таяу болуының мүмкіндігі турасында ойлап көрмей ме? Олар енді бұдан өзге нендей сөзге сенеді? Алла қаңғыртқан адамды ешкімде оңдай алмайды. Алла оларды азғындықтарында мәңгіртіп қоя береді. Ей Мұхаммед, олар сенен қияметтің қашан болатындығын сұрайды. Сен оларға оның қашан болатынын Раббымның өзі ғана біледі. Ол оны қалаған кезінде болғызады. Қиямет жер мен көкке, ондағы мақлұқатқа ауыр оқиға. Ол сендерге қапыда келеді де. Олар сенен сұрайды, сен оны анық білетіндей. Оны тек Алла біледі, бірақ адамдардың көбі білмейді де. Алланың қалауынсыз өзіме пайда да, зиян да келтіретін күшке ие емеспін. Егерде ғайыпты болжай алар болсам, пайдаға шаш етектен батып қалар едім де, пәле жаладан қалыс болар едім. Мен тек иман келтірген қауымды ескертуші, әрі қуандырушы ғанамын деп айт. Ол Алла сендерді бір жаннан, адам атадан жаратты. Оның құштар болуы үшін жұбайын Хауананы өз тегінен жаратты. Ол әйеліне жуғаннан кейін, әйелі жеңіл ғана жүкті болды. Сонымен күндер өтіп, іші ауырлағанда, ол екеуі Раббылары Аллаға, егер бізге салиқалы перзент нәсіп етсең, әлбетте шүкірлік қылар едік деп дұға тілек қылды. Алла оларға салиқалы перзент беріп еді. Олардың ұрпақтары Аллаға серік қосты, пұттарға табынды. Алла олардың қосқан серіктерінен мүлде пәк. Өздері жаратылған бола тұра, еш нәрсені жарата алмайтындарды да Аллаға серік қосады ма? Ол нәрселер өзгеге де, өздеріне де септігін тигізе алмайды. Оларды тура жолға шақырсаңдар, олар сендерге ілеспейді. Оларды шақырсаңдар да, немесе үндемей тұрсаңдар да, сендерге бәрібір жауап қата білмейді. Алладан басқа табынғандарыңыз өздерің сияқты құлдар. Сөздерің рас болса, оларға дұға қылып көріңдерші. Дұғаларыңды қабыл қылар ма екен? Олардың жүретін аяғы бар ма? Ұстайтын қолы бар ма? Көретін көзі бар ма? Еститін құлағы бар ма? Ей Мұхаммед, күффарларға айт,
Аллаға қосқан серіктеріңді шақырыңдар, одан соң маған көз аштырмай тұзақ құрып көріңдер. Расында кітапты, Құранды ием Алла түсірді, және ол ізгілерді қорғайды. Сендердің Алланы қайырып қойып табынған пұттарың өздеріңе қол ұшын да бере алмайды, өзіне де септігін тигізе алмайды. Оларды туралыққа шақырсаңдар, олар естімейді, саған қарап тұрған сияқты көрінгенімен, бірақ олар көрмейді. Кешірім жолын ұстан, жақсылықты әмір ет, және надандардан аулақ бол. Сені шайтан түртер, азғырар болса, онда Аллаға сыйын. Алла расында бәрінде естіп, біліп тұрушы. Тақуалар өздерін шайтан төңіректегенде Алланы еске алады да, ақиқатқа көз жеткізіп, қырағылық істейді. Шайтандар дінсіз туыстарын қыр соңынан қалмай азғыра береді. Одан еш жалықпайды да. Ей Мұхаммед, оларға мұғжиза келтірмеген кезіңде, олар, оны неге жаратпайсың дейді. Оларға, мен тек қана Раббымның маған жіберген уақиы бойынша істеймін, өздігімнен мұғжиза жарата алмаймын. Иман келтірген қауымға Раббыларың жағынан жіберілген дәлелдер, міне, мына Құран, бұл олар үшін тура жол, әрі рахмет деп айт. Алланың рахметіне бөлену үшін Құран оқылғанда құлақ қойып, үнсіз тыңдаңдар. Раббыңды жалбарынған, именген күйде іштей ойға ал. Ертелі кеш бәсең дауыспен зікір айт, ықылассыздардан болма. Анығында Алланың қасындағылар, періштелер, оған төменшілікпен құлшылық етуден бас тартпайды. Олар Аллаға тәсбих айтады, тағзым етеді.